Облыс жаңалықтары. Елбасымыз жариялаған 100 нақты қадам атты ұлт жоспарының 13-ші қадамында жемқорлыққа қарсы күресті күшейту жайы нақты айтылған болатын. Осыған орай Жамбыл ауданында сыбайлас жемқорлық мемлекет дамуының тежегіші тақырыбында семинар өткізілді. Жиынға аудан басшылары, мемлекеттік ұйымдар және жастар қатысты. Президент Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаевтың мемлекет пен қоғам жемқорлыққа қарсы күресетін бір күш болуы тиіс деген қағидасына жауап ретінде елімізде жаңару сыбайлас жемқорлыққа қарсы жалпыұлттық қозғалысы құрылған болатын. Бүгінде бұл ұйымның атқарған істері жетерлік. Соған қарамастан қоғамның дертіне айналған сыбайлас жемқорлық мәселесі әлі де жойылмай келеді. Мемлекеттік органдарда қызмет атқаратын кейбір қызметшілердің ашкөздікке салынып, құлқынның құлына айналуы түптеп келгенде олардың мемлекет қауіпсіздігіне нұқсан келтіретін сыбайлас жемқорлық қылмыс құқық бұзушылық қадамдарына баруына себепші болады. Өкінішке орай, ондай теріс жағымсыз әрекеттерді жасап жүргендер әлі азаймай тұр. Семинар барысында аудан басшысы баяндама жасады. Мұнда сыбайлас жемқорлыққа қатысты бірқатар фактілер атап көрсетілді. Тағы да осындай олқылықтар анықталса, қатаң жаза қолданылатындығы ескертілді. Жиынға жастар да белсенді атсалысты. Ұйымдастырушыларға түрлі сауалдар жолдап, өз пікірлерін ортаға салды. Қоғамымыздың ең қауіпті індеттерінің бірі жемқорлық еліміздің әлеуметтік ахуалы мен экономикасына нұқсан келтіруі ықтимал. Сыбайлас жемқорлық, оның ерекшелігін ескере отырып, мемлекеттік органдар мен қоғамның да, азаматтардың да жан-жақты назар аударуларын талап етеді. Бүгінгі ауданымызда өтіп жатқан жаңару сыбайлас жемқорлыққа қарсы қоғамдық қозғалысының өткізіп жатқан бүгінгі жиналысы жастарға берер үлесі үлкен зор. Біз сияқты жас мемлекеттік қызметшілерге жаңа жол беріп, жаңа үлес қосады деп ойлаймын. Сыбайлас жемқорлық індет, оны жою міндет. Осындай ортақ пікірге тоғысқан аудан жұртшылығы еліміздің өркендеуіне аянбай еңбек етіп, қоғамда кездесетін түрлі келеңсіз жағдайлармен бірге күресуге бел байлады. Гүлзат Сейдуллақызы, Сапар Серікұлы, жаңалықтар қызметі, Жамбыл ауданынан.